Баршаңызға сәлем, Бәрде Қазақша каналының көрермендері және қонақтары. Бүгін сіздермен ең оңай жасалынатын панкейктің рецептімен бөлісемін. Ол үшін видеоның соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздердің жай ғана іс-әрекеттеріңіз менің каналымның дамуына үлкен үлесін қосады. Ең алдымен мен екі двойной қылып жасадым. Яғни ол жерге 4 жұмыртқа, 80 грамм қант, сонымен қатар ұнды да 2 еселеп саласыздар, егер көбірек істейтін болсаңыздар. Және де онымен разрыхлительді 2 чайный ложка қосып, ситадан өткіземіз міндетті түрде. Және сүт, мен жарты литр сүт құйдым. Осылай сүттіңіз жылы болу керек міндетті түрде. Жұмыртқаңызды міндетті түрде комнатный температурада болу керек. Осылардың барлығын жақсылап араластырып, бір жидкий смес шығаратын боламыз. Одан кейін қызып тұрған табамызға ешқандай май құймай, өзін ғана пісіреміз. Ешқандай май құймайсыздар. Баршаңызға ас болсын. Егер де видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.